Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 30 минутта үй жағдайында дайындалатын лаваш дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дайындалған лаваш сондай жұмсақ, әрі дәмді, әрі тез дайындалады. Рецепті тыңдамас бұрын бірінші менің каналыма подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Үй жағдайында дайындалатын лаваштың құрамы сұйық май, тұз, қайнаған ыстық су және ұннан құралады. Алдымен ыдысымызға сұйық май, тұз, қайнаған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Себебі біздің тұзымыз еруі керек. Осы жақсылап араластырған массаның үстіне ұнды електен өткізе отырып, венчиктің көмегімен илейміз. Қамырымыз қоюланған кезде қамырымызды қолымызбен илеп бірыңғай масса жасаймыз. Қамырымызды жарты сағатқа демалдырып пакетке орап қоямыз. Қамырымызды 30 минуттан кейін рулет тәрізді етіп алып, шағын-шағын дөңгелекшелер жасаймыз. Дайын формаларымызды лаваш жасау үшін енді жұқа етіп жаямыз. Тағы бір ескертетін жағдай, қамырымызды рулет етіп алғаннан кейін оларды бөліктерге бөлген кезде өздеріңіздің тапаларыңыздың көлемін есте сақтаңыздар, еске алыңыздар. Өйткені біреудің пісіретін тапасы үлкен, немесе кішкентай болуы мүмкін. Сол себепті бөлген кезде көлемді есте сақтаңыздар. Және тағы да бір айтатын нәрсе, лаваштың қамыры өте жұқа болу керек. Міне өздеріңіз қарап тұрғандай, астындағы менің саусақтарым көрініп тұр. Осылай дайын болғаннан кейін қатты қызып тұрған тапаға май құймай, тек тапаға қатты қыздырып қойып, екі жағын кезектестіріп пісіріп аламыз. Байқап қарасаңыздар, лаваштар сондай жұмсақ, дәмді, пісіріп болғанша менің балалары 4-5-еуін жеп алды. Ас болсын. Менің каналыма подписаться етсеңіздер, нұр үстінен нұр болар еді.